Сәлеметсіңдер ме, құрметті тыңдармандар. Менің арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Өгей әке. Соңғы күндері тым тұйықталып кетті, деді Айжамал кесесіне қою күрең шайын сапыра құйып жатып. Қазіргі жастарды түсініп болмайсың. Баяғыда осы әке-шешеміздің алдында құрақ ұшатын едік деп, ұлпан құрбысы Айжамалдың сөзін іліп әкетті. Әкеміздің қатулы қабағынан сескеніп, қорыққаннан даусымыз шықпай қалатын еді, деген Айжамал ауыр күрсінді. Айтпақшы, Сәкен көрінбейді ғой, деп Ұлпан жан-жағына қарады. Білмеймін, бағана аздап сөзге келіп қалып едік. Үйден ат-тонын ала қашты ғой. Тағы да ащылатып отырған шығар, деген Айжамалдың жанарынан Ұлпан терең жатқан мұңды байқады. Құрбым-ау, сендерге не болып жүр өзі? Қараса адам қызғарлықтай жұп емес пе едіңдер? Әлде Өмірбектің өміріңде қайта пайда болғаны сені ойландырып жүр ме? Деді Ұлпан құрбысынан сырт тартпақ болып. Ой, Ұлпан, сенде қайдағы жоқты айтып, күлкімді келтірмеші. Өмірбек екеуміздің ажырасқанымызға бақандай 9 жыл болды емес пе? Ай сезімнің өзі биыл 14-ке келеді. Оның өз отбасы бар. Тек арасында ай сезімге көңіл бөліп араласып тұрса болды. Сол жетіп жатыр маған. Онсыз да қызым бойжеткен сайын Сәкен екеуінің арасы соғып барады. Ол менің әкем емес, оны жек көрем деген сөздері жиі айтады. Сәкен екеуміз де осы себептен күнде керісетін болдық. Шаршадым бәрінен, деді Айжамал бағанадан бері жанарына тығылып тұрған көз жасына ерік беріп. Ұлпан барынша құрбысын жұбатып баққанымен көңілінде ойламаған жерден күмәнді ой сап кетті. Айжамалмен қоштасып үйіне келе жатқан Ұлпан бойын билеген күмән мен күдікті қанша сейілтпек болғанымен жүрек тұсы мазасызданып, демі тарыла берді. Ұлпанның бұлайша Сәкеннен күдіктенуіне де үлкен бір себеп бар еді. Айжамал Өмірбекпен екіге кетіп ажырасқанда қыздары Айсезім небәрі 4 жаста болатын. Өмірбек уақытылы алимент төлеп, ақшалай көмек қолын созып тұрғанымен жылдар бойы қызын көрмей ат ізін салмай кеткен. Оған себеп шетелге қоныс аудару еді. Өмірбек ажырасқандарына 1 жыл уақыт толар-толмас уақыт өткенде Айжамал жол апатына түседі. Аяғы жерге тимей шапқылап жүрген ол әп сәтте төсек тартып жатып қалады. Амалдың жоқтығынан қызы Айсезім екеуі қарт анасының қолына көшіп келеді. Қазіргі күйеуі Сәкенмен де ауруханадан аурухана жағалап жүргенде танысқан. Сәкен ол кезде білдей бір аурухананың ортопед-травматологы еді. Алдына үміт артып келген сұлуды жас келіншекке Сәкеннің көзі бірден түсіп, қамқорлығын көрсете білген. Көп ұзамай Айжамалға ота жасалып, 4 ай дегенде қайта аяққа тұрып, өмірінің жаңа парағын ашқан болатын. Өзі дәрігер, одан қаласа қалтасы қалың Сәкеннің өзіне деген көңілін керіп итерудің себебін көрмеген Айжамал қызы мен өз тағдырын Сәкенге табыстап, болашаққа қадам басқан еді. Әуелгі жылдары Айсезім мен Сәкен тез тіл табысып, әке мен қыздай бір-біріне жақын бола бастады. Оны көрген Айжамал іштей тағдырына ризашылығын білдіріп, сүйген жары мен қызына сүйсіне қарайтын. Қызым, сөйлесейікші, деді Айжамал теріс қарап жатқан қызының жанына жақындай бере. Мазамды алмашы, басым ауырып жатыр, деген Айсезім анасына бұрылып та қарамады. Саған не болып жүр, Айко? Түсінсем бұйырмасын, әкең екеуміз қолымыздан келгенін жасап жүрген жоқпыз ба? Осының бәрі мына сен үшін емес пе? Дей берген анасына, мен үшін дейсің бе? Мам, мен үшін еш нәрсе істеме, мүлде істеме, деген Айсезім әдетіне салып айқайлай жөнелді. Құрбысымен жүздескеннен бері Ұлпаннан маза қашқан. Еміс-еміс өткеніне қауралып, өмірінің сонау бір қиын шағын есіне алып, еріксіз көзіне жас үйірілді. Сол бір жылдарды ой санасына өшірмек болып анасы мен бауырларын да жырақтап кетті емес пе? Бірақ жүрегіне түскен ауыртпашылықтың екпіні осы күні өшпестей жараға айналған. Жасы 40-қа таяса да қатарластары ұқсап отбасын құрып бала шағалы болмады. Себебі оның еркек атаулысына деген бар сенімін жойып, бойына тарқамас қорқынышты ұялатқан туған әкесі еді.
9 жасында әкесінің жемтігіне айналып бар өмірі күл-талқан болған ұлпанның маңында бірде-бір еркекті жолатпауының да себебі осы еді. Туған әке Смағұлның маған жасағаны осы болса, анау Сәкеннің Айсезімге не жасап жүргенін ойлаудың өзі қорқынышты емес пе, деген ойлар ұлпанға маза берер емес. Сәкен бүгін әдеттегіден үйге ерте келді. Кезінде жұмыс уақытында ішкілікке салынып, білдей дәрігер деген атына күйе жағып, ел-жұртқа күлкі болып, жұмысынан қуылғалы, күн көріс қамы үшін осы күн таңнан кешке дейін базар жағалап, қара жұмыс жасайды. Одан қалды сол жердегі өзі сияқты бір-бір арба ұстаған достарымен арақ ішіп уақытын өткізеді. Бүгін ерте келіпсің ғой, тамақ дайындап үлгермедім. Өзімнің де кірген бетім осы, деген Айжамал ас үйге бет алады. Қызым қайда? Сабағы бағана біту керек емес пе еді? Деп Сәкен де әйелінің артынан ас үйге келіп жайғасты. Білмеймін ғой, бағана сәл кешігем деп жазып жіберген. Қарсылық танытпадым. Аздап көңілі серпіп қайтсын дедім Айжамал. Жақсы бопты, әйтеуір өткендегідей түн жарымында кеп тұрмаса болды, деді Сәкен жұтынып. Айжамал үндемеді. Дәл қазір қызына жақтап шықса, күйеуімен сөзге келіп қалатын жақсы біледі. Әйтеуір екі ортада шыбын өлудің кейпінде жүрген бір бейбаққа айналып барады бұл да. Сәкен мен Айжамал кешкі асын үстінде екеуі де жақ ашпады. Үн-түнсіз тамақтарын ішіп екеуі екі жаққа кетті. Бұндай кезде Айжамал күйеу екеуінің арасы не үшін суып жүргенін түсінбей, дел сал күйге түседі. Тіпті Сәкенді түсініп болмайды. Бірақ іштей жарының өзіне алыстап бара жатқанын сезеді. Ашық сөйлесуге дәті бармайды. Қалың ойдың шырмауында отырғанда сағат тілі 10-ға барып қалғанын енді байқаған Айжамал қызына қоңырау шала бастады. Бірақ Айсезім тұтқаны көтермеді. Анасының қоңырауларын елеусіз қалдыру Айсезімге де үйреншікті болып қалған. Құрбыларымен еш алаңсыз саябақта жүрген Айсезім телефонына келген хабарламалардан дір етті. Қайдасың? Үйге қайт деген бір ауыз Сәкеннің келген хабарлама Айсезімнің мазасын қашырғандай тыпыршып кетті. Келе жатырмын деп жазып жіберді де құрбыларымен қоштасып үйіне асықты. Жол бойы онсыз да дірілдеген тұла бойын кешкі салқынның ызғары қарып барады. Аялдамаға келіп, тағатсыздана өз автобусын күтіп тұрып, жүрек тұсы шымырлай түсті. Қыр сыққанда автобуста кешігіп жатыр. Күнде үйге кеш келетін, бүгін ерте келіп алыпты ғой. Тездетіп бармасам, сұрақтың астына алып, тағы мазамды алады. Одан қалды мамама сөйлеп жатқан шығар, деп Айсезім іштей өз-өзімен сөйлесіп тұрғанда автобуста келеді. Айсезім босағаны аттар-аттамас Сәкен оны күтіп алады. Өгей әкесіне жасқана қараған Айсезім ақырын ғана үстіндегі жұқа күртешесін шеше бастады. Ашық аспанды түнертіп жіберетіндей Сәкеннің суық көз қарасынан Айсезім абдырай бастады. Сен қайда жүрсің? Сағатқа қарадың ба? Мен саған не деп едім кеше ғана? Жоқ әлде менің сөзімнің саған салмағы қалмады ма? Деген күйеуінің ащы дауысы түкпі бөлмеде жатқан Айжамалға жетті. Не болды тағы сендерге? Тыныштық па? Деді Айжамал қызы мен Сәкеннің жанына дереу жақындап. Мына қыз әбден бетімен кетті. Мені әкесі ретінде сыйламаса мейлі ғой, тіпті сені де адам құрлы көрмей жүр емес пе? Деген ашулы күйеуіне Айжамал. Жарайды енді, ондай қатты кеш емес қой, құрбылармен жүріп қалған болар, деді. Ай қайдам, құрбылармен жүрсе бір сары ғой. Қойыңдаршы, осы сендерді ме? Деген Сәкен қолын бір сілтеп төр бөлмеге кіріп кетті. Сәкен теледидар көріп отырғандай сыңай танытқанымен бар ойы басқада. Өзін тығырыққа тіреліп, амалы таусылған жандай сезініп, елеңгізіп барады. Іштей бұның бәрі дұрыс емес екенін білсе де, Айсезім үшін тілін тістеп, әйелінен бар шындықты жасырып жүр. Осы бір әрекеті жан дүниесін құлазытып, жүрегін кеміріп барады. Екеуіне ғана аян, екеуі ғана білетін ащы шындықты әйелі Айжамал білсе, көтере алмасы анық.
Жұрт қызғарлықтай үйіп отырған отбасының іргесі онсыз да құлағалы тұр емес пе? Осының бәрін ойлап Сәкеннен әбден маза қашты. Таңда бозарып атып келеді. Ай сезім бүгін тағы да көз ілмеді. Тағдырына өкпелеп арудың жанарынан парша-парша аққан жастың өтеуі тым ауыр екенін ай сезімнің өзі де түсінетіндей. Бірақ біреуге кінә артып кінәлай алмайды. Ондай құқығы да жоқ. Тек анасын аяйды. Қызым, тұрдың ба? Сабаққа кешігесің. Тұра ғой енді, деп бөлмеге жақындай түскен анасының даусын ести салысымен Айсезім дереу ұйықтап жатқандай кейіп танытады. Айжамал қызының бөлмесіне кіріп терезені ашты. Жерде шашылып жатқан киімдерін жинастырғандай болды да, Айсезім, қызым, тұр енді, деп қызын құштарлана иіскеді. Болды мама, тұрам, деп өзіне бұрылған қызының ісіп кеткен көздерін көрген Айжамал, не болды? Бір жерің ауырып тұр ма? Маған қараш қане, деп байбаламға түскен анасына Айсезім. Ту мама, түні бойы сабақ оқыдым емес пе, деп мүлде көз ілмегенін жасырып қалды. Не дегенмен ана ғой. Айжамал соңғы кездері қызының мінезінің өзгергенін байқап жүр. Жанын жегідей жеп жүрген бір нәрсе бар екенін Айжамал қызының көздеріне қарап-ақ түсінетін. Әуелде жай ғана өтпелі кезеңге балап аса көп назар аудармағанымен, соңғы күндері бұл белгісіздік үдеп барады. Көзінің ағы мен қарасы болған жалғыз қызының күрт өзгеріп жүргені анаға да уайым болды. Сан алуан ойдың құрсауынан шыға алмай, мазасы қашқан Айжамал қызын сабаққа шығарып салады да Ұлпанға қоңырау соғып кездесуге шақырады. Қазіргі таңда Айжамалдың шынына келгенде Ұлпаннан басқа жанашыр жақыны жоқ. Жабырқаулы жанның түсініп, қандай жағдай болмасын жанынан табылатын тек осы Ұлпан. Бүгінде аз болса да ішіндегі уайыммен бөлісіп, құрбысымен сырласып қайтпақшы. Айжамал, түріңе не болған? Деді Ұлпан құрбысының түсіңкі қабағын көріп. Не болушы еді, сол баяғы Айсезім ғой. Күннен күнге қызым өзімнен алыстап барады, деп Айжамал ауыр күрсінді. Ұлпан езуін бірден жинап алды. Ашық сырласып көрмедің бе? Мүмкін саған айта алмай жүрген сыры бар шығар, деді Ұлпан алаңдаулы күйде. Сол мен тырыспады деймісің? Ашып ештеңе айтпайды емес пе? Әңгімені бастай қалсаң ашуланып шығады. Сынып жетекшісін де сырға тартып көріп едім, мектепте тым жақсы жүреді екен. Білмеймін, шашадай басым шарадай болды. Шынымды айтсам, деген Айжамал алдындағы тұрған шырынмен тамағына тығылып өксікті кері жұтып жібергендей болды. Тыңдаш Айжамал, қалай айтсам екен, енді білмеймін ғой. Менікі жай болжам ғана, мүмкін Сәкен, деп әңгімесін бастаған Ұлпан сөзінің соңын жұтып қалды. Я, айта бер, Сәкенге не болды? Не айтқың кеп отыр, деген Айжамал құрбысының сөзінің байыбына бара алмай қалды. Енді қалай айтсам екен, менің тағдырымды сенен артық ешкім білмейді емес пе? Туған әкесінің маған жасаған қиянатын ойласам, Сәкеннен күмәнданып қаламын дей берген Ұлпанның сөзін ашуға мінген Айжамал бөліп жіберді. Не оттап отырсың? Есің ауысқаннан саумысың? Сәкен ондайға бармайды. Ойына келгенді айта салады екенсің. Әй, жоқ, шай жоқ. Немене сені әкең зорлады екен, деп енді Сәкенді де сондай деп ойладың ба? Сені құрбым деп сырымды айтып отырған өзінде обалы жоқ, деген Айжамал орнынан тұрып кете барды. Айжамал, жаным, тоқташы, кешірші, дұрыстап сөйлесекші, деген Ұлпанға тіпті бұрылып та қарамады. Айжамалдың іс-әрекетіне қарап Ұлпан анасын көргендей болды. Ұлпанның да анасы дәл осылай жан адамға сенбей, күйеуіне шаң жуытпай еді кезінде. Айжамал жүрегі аузына тығылып, саябаққа келіп жайғасты. Ұлпанның айтқан сөздері құлағынан жаңғырық болып кетпей қойды. Құрбысының алдында күйеуін қызғыштай қорғағанымен іштей бір күмәнді ойлар жанын жегідей жеп барады. Айжамал, есің дұрыс па? Олай болу мүмкін емес. Ол Сәкен ғой, кезінде сен тағдырыңды сеніп тапсырған. Сәкен,
оны сенің қызыңа қиянат жасауы мүмкін емес деп өз-өзін жазғырып да қояды. Айжамал ұзақ отырды, ұзақ ойланды, бірақ отбасын бұндай нәрсеге қия алмады. Әйтеуір басын көтеріп жан-жағына көз тастап еді, кеш батып кетті. Айсезім сабақтан үйіне келгенде Сәкен де үйінде екен. Түпкі бөлмеде жатқан Сәкен оның келгенін естімегеннен шығып қарсы алмады. Айсезім бөлмесіне келіп, киімін ауыстырып, айнаның алдында ұзақ отырды. Құдды біреуді күтіп отырғандай бөлменің есігіне жалтақтаумен болды. Біраз уақыттан соң үсті басын реттеп өгей әкесі жатқан бөлмеге өзі кіріп келді. «Әке», деді. Айсезім төсекте жайбарақат жатқан Сәкенге жақындай түсіп, «Әке деме маған», деген Сәкен жатқан орнынан ұшып тұрды. «Әке, мен», дей берген Айсезімді Сәкен бөліп жіберді. «Сен не бүлдіргеніңді білесің бе өзі? Түбімізге жеттің ғой, түбімізге. Шешене айтып салмағаныма рахмет айт. Аузым бармады, аузым. Бұндай сұмдық тап болатындай не жазығым бар еді», деген Сәкен ашуға мінді. Сүйретіле босағаны аттаған Айжамал Сәкеннің ышқынына айқайлаған даусынан шошып кетті. Дереу іле-шала аяқ киімін шешті де дауыс шығып жатқан бөлмеге қарай жүгіре жөнелді. Бар күшімен есікті итеріп ашқан Айжамал бір бұрышта екі бүктеліп жылап отырған қызын көргенде онсыз да әбден қажыған Айжамал еріксіз ашуға мінді. «Сен екеуіңе не болып жүр осы? Мені жынды қылып тынатын шығарсыңдар, әлде ажалымнан бұрын өлтірейін дедіңдер ма? Не шу бұл? Тағы не болды? Неменеге қаққан қазықтай қақшиып тұрсың сен? Мына қыз неге жылап отыр?» деген Айжамал онсыз да Ұлпанның сөзінен соң көңілі күпті болып қалған соң ба Сәкеннің жағасына жармасты. Әйелінің бұрын-соңды бұндай қылығын көрмеген Сәкен не істерін білмей абдырап тұрып қалды. «Сенің есің дұрыс па? Не болғанын мына қызыңнан сұра», деген Сәкен жан алқымынан жармасқан Айжамалдың қолын кері қағып жіберіп сыртқа шығып кетті. Айжамал болса артқа екі қадам аттады да жерге сылқ құлады. «Тыңдап тұрмын. Айт қане, не болды?» деді Айжамал қызына оқты көзін қадап. «Мама, мен кешірші», деген Айсезімнің тамағына тығылған өксік сөйлеуіне мұрша бермеді. Бір нүктеге қадалған күйі анасы мен қызы үнсіз қалды. Тек Айсезімнің ауық-ауық жылаған даусы ғана оранған үнсіздікті бұзғандай болды. Дәл осы сәтте Айжамалдың ойына не келіп, не кетпеді десеңші. Шындықты қызынан батыраңқырап сұрауға батылы жетпей отырған өзін іштей мұң жазғырып үлгерді. «Әкең саған қиянат жасады ма?» деген бір ауыз сұрақ неткен ауыр еді. Дәл осы сұрақты қоя алмай іркіліп отыр емес пе? Сол сәтте Айжамал бәріне көнуге бар еді. Тек Ұлпанның айтқаны шындыққа ұласпаса болғаны. Ол үшін темекісін ойлана тұтатқан Сәкен көше бойы кезіп келеді. Қалың тұман арасынан әрлі-берлі өткен көлік шамдары онсыз да көздері жасаурап келе жатқан Сәкенді бағынан адастырмақ секілді. Кеше ғана бақыттың құшағында шалқып жүрген жанұясы бүгінде құрдымға кетіп бара жатқаны Сәкенді қинап барады. Тіпті кезінде Айсезімді өз қызындай қабылдап қамқорлығына алды емес пе? Тұла бойындағы әкелік қасиетті осы Айсезім еді оятқан. Сәкен ешқашан оған өгейлік танытып басқаша көзбен қараған емес. Айсезім бой түзеп есейген сайын Сәкеннің оған деген әкелік махаббатын басқаша түсініп, ерсі-ессіз қылыққа баратынын Сәкен білгенде, бәлкім сәл болса да суықтық танытар ма еді? Не болса да Сәкен Айжамалын ойлап келеді. Жаңа ғана өзіне сұқтана қараған өткір көз қарасы өңешін тесіп жіберді еді ғой. Сол көз қарастың ар жағынан Сәкен өзіне деген сенімсіздік пен күдікті көргендей болды. Ең ауыры да осы. Сәкен сол күні үйіне қайтпады.
әйелінен келген бірнеше қоңырауға жауап та қатпады. Әйтеуір түнгі қаланы әрлі-берлі кезді. Не бір ойлар санасында жаңғырып мазасын қашырды. Қай жерден қателесті ме екен деген сұраққа көкейінде іркіліп тұрып қалды. Бар болғаны Айсезімді туған қызындай қабылдап, мейірімге бөлегені болмаса, басқа айыбы да жоқ еді. Сол бір қарғыс атқан күн әлі есінде оның. Таңнан кешке дейін базар аралап жүріп, жөні түзу жұмыс таба алмаған Сәкен сол күні үйіне ертерек қайтпақ болды. Базардан шыға беріс жерде әдеттегідей ашылатып отырған достарын көрген Сәкен соларға қарай бет бұрған етін. Сол күндегідей әне кетем, міне кетем деп отырып, ащы суға масайрап қалғанын байқамай да қалған болатын. Есі шығарысы кіресілі Сәкенді үйге жолдасы алып келді. Есікті Айсезімнің ашқаны ғана есінде қалған. Сәкен арғы жағында не болғанын білмейді. Әйелі Айжамал да сол күні ауылға шаруаларымен жол жүріп кеткен еді. Әйтеуір не керек, таң ата есін жиып, мастығынан сауығып, ұйқысынан оянған Сәкен өгей қызымен бірге төсекте жатқанын көргенде есінен тана жаздайды. Қойнында жайбарақата ұйықтап жатқан Айсезімді шұқылап оятып, сұрақтың астына ала жөнелді. Қызым деп бауырына басқан жанның айтқан жауабы төбе шашын тік тұрғызып, есеңгіретіп жіберген еді. Мені төсекке тартқан өзің, сенде менде қаладым, болды емес пе деген Айсезімді Сәкен шапалақпен тартып жіберді де үйден шығып кетті. Ессіз адамша бір жерде шыр айналып түнде не болғанын есіне түсірмек болып біраз әуреге түсті. Жадынан айырылғанша ішімдік ішкені үшін өзін жазғырып та үлгерді. Не де болса үйіне жеткізіп тастаған жолдасына хабарласып шет жағасын сұрастырып көріп еді. Мен үйге сен әкелдің емес пе деген Сәкенге жолдасы. Я, үйіңе кіргізіп төсегіне жатқызып кеткем, қозғалатындай шамаң болмады деді. Бұл сөздерден кейін Сәкен үйіне оралып, неге бұлай жасадың? Есің дұрыс па? Бұл не қылығың? Менің саған қолымның ұшы да тиюі мүмкін емес, деп Айсезімге бас салған еді. Себебі мен ешқашан саған әке ретінде қараған емеспін. Кішкентай кезімнен сені жек көрдім. Тек анам үшін шыдап үндемедім. Ал бір жылдан бері мен саған басқа көзбен қарай бастадым. Қанша мойындамай өз-өзіммен күрессем де жүрегіме әмірімді жүргізе алмадым. Мен сені деген Айсезім сөз соңына жұтып іркіліп қалды. Сол күннен бері Сәкен қан жұтып келеді. Не істерін білмей сараңсаға түскен. Әйелін ойлап жүрегі тоқтап қалардай болады да тұрады. Сүйген жарын жоғалтып аламын ба деген ойдан өн бойы мұздап сала беретін болған. Анасының жабырқау күйіне қарамастан Айсезім сырт киімін сыртына ілді да сыртқа шығып кетті. Қайырсыз күнәһар махаббат үшін тағдырын іштей қарғап келеді. Жүрек түкпірінде өгей әкесіне пайда болған балауса сезімді қанша ішке тұншықтырып баққанымен қолынан келер емес. Жанып барып күлге айналарын білсе, жүрек тізгінін босатып жібереді емес пе? Анасын ойлап қанша қиналса да, дәл қазір бұның сөзіне кім сенер? Бұл әлемдегі ең сорлы, рақымсыз бала өзі екенін жақсы түсініп келеді Айсезім. Анасына қарауға беті жоқ, ол көзі түскен жаққа бес барады емес пе? Қалтасындағы осыдан 3-4 күн бұрын анасына деп жазып қойған хатын жұдырығына қыса түсті. Бұл хатқа ол бар сырын ақтарған еді. Айналасын қара түнек басқан Айсезім сол тұңғиыққа сіңіп кеткенде адам қарасы тысқара жақты бетке алды. Жүрегі аузына тығылғандай болып бара жатқан жері 8 қабатты ескі ғимарат. Әр басқан қадамын іштей санап, ол жоғарға қарай көтеріліп келеді. Көзінен тамған әр жасының ауыр салмағы артта қалған баспалдақтарға өз таңбасын қалдыруда. 8-ші қабатқа келіп жартылай қираған терезенің алдына келіп терең тыныстады. Маңдайынан ескен самал желге төсін соңғы тосуы. Айналасына сүйсіне көз тастады да, құдды жаңбыр тамшысы тәрізді төменге қарай құлай жөнелді.
Айжамал біраз кешіккен қызына қоңырау шалып жатқанда Айсезімнің соңғы демі үзіліп, жарық дүниемен қоштасып үлгерген еді. Араға 12 сағат салып Айжамалға қаралы хабар келеді. Хабармен бірге бір жапырақ хат та жетті. Сәкен тек 2 күннен соң ғана бар жағдайды біліп, алып ұшып үйіне жеткен болатын. Қайғыдан қан жұтып, солып қалған әйеліне жақындай беріп еді, Айжамал қолындағы 2 бүктелген хатты оған ұстатты. «Мама, мені кешірші, әкемнің еш кінәсі жоқ. Мен қайырсыз, опасыз махаббаттың құрбанымын. Сенің алдындағы кешірілмес күнәмнің өтеуі өлім болсын. Сендерді жақсы көремін». Өзін кінәлі сезінді ме, жоқ әлде тағдырынан налыды ма, Сәкеннің өксіген ащы даусы жүректерді қақ айырды. Одан кейін Сәкенді ол маңда ешкім көрмеді. Айжамал екеуі 2 бөлек кетуге шешім қабылдады.